Баршаңызға сәлем достар. Бүгін үй жағдайында осындай қып-қызыл әдемі дәмді болып шығатын компотты әзірлейтін боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызды қойып, таза суымызды құйып аламыз. Менде бұл жерде 3 литрге дейін кастрюль. Мен 2,5 литр етіп құятын болам. Осы кезде пешіміздің астын қосып қоямыз. Ал енді алмасын турауға кірісеміз. Менде үйдегі алма осындай 2 ірі, 2 үлкен алма, сосын және де 2 осындай кішкентай алма. Енді қазір ортасындағы бөліктерін алып тастайтын боламыз. Мінекей, мынадай ортасындағы төбе жағында және астыңғы жағындағы бөліктерін осылай алып тастайтын боламыз. Дәндері қала береді. Мінекей. Сосын жақсылап жұқалап турап аламыз. Ал енді достар, турап алған алмамыздың барлығын жақсылап саламыз. Салып алдық. Енді мінекей, осындай кез келген супермаркеттерде, магазиндерден таба аласыздар. Осындай каркаде деген шай болады. Соның ас қасығымен осылай бір ас қасық қана осылай салсаңыздар жеткілікті. Мінекей. Өйткені қатты тәтті болып кетеді да, ащы болып кетеді. Қатты ащы болып кетеді. Мінекей. Осылай 4-5 штугын ғана салып жібересіздер. Ал енді біз қантымызды саламыз. Шай ішетін кесемен осылай толтырмай ғана салсаңыздар болады. Егерде қатты тәтті болмасын десеңіздер, аздап саласыздар, дәміне қарап отырып, өздеріңіз салсаңыздар, қоссаңыздар болады, достар. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. 2,5 литр қылып суды құйдым. Өйткені алмаларды салғаннан кейін ол көтеріліп кетеді су деген. Көрдіңіздер ме, уже 3 литрден асып кетті суым. Енді осылай қайнайды. Күтеміз. Ал достар, біздің компотымыз қайнады. Енді астын басып қоямыз жай отта. Содан соң міндетті түрде кішкене араластырып жібереміз. Сіздермен бір лайфхакпен бөлісе кетейін. Егерде балаларыңыз алманы тістеп тастаған болса, осы жерде компотқа турап қосып жіберсеңіздер болады. Мен кейде солай жасаймын. Ал енді көріп тұрғандарыңызда мінекей түсі қызарып келе жатыр. Бұл каркаде, яғни каркаде осындай қызыл түс береді. Ал енді графинімізді алып, оған осындай воронкамызды қойып, сосын сеткамызды осылай сеткамызға мәрлі қойып аламыз. Артық мусор қоқымдары кетіп қалмас үшін. Ал енді барлығын жақсылап құйып аламыз. Ал достар, біздің компотымыз дайын. Енді ыдысымызға құйып, үйдегілерге ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің парақшама жазылып қойыңыздар. Сіздермен болған Ғалия.